Қайырлы күн баршаңызға. Осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочка дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Алдымен 200 грамм жылы сүтімізге қантымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне 3 жұмыртқамызды, одан кейін тұзымызды салып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп саламыз. Ұнымыздың барлығын салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Үстіне сармайымызды салып, жақсылап илеп аламыз. Бетін пакетикпен жауып, 1-1,5 сағат қойып қоямыз. Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осыны алып, бөліктерге бөліп аламыз. Өздеріңіз қалаған, ұнаған формаларыңызды жасасаңыздар болады. Осылай бәрін домалақтап кесіп аламыз. Қамырымызды осылай жайып, формаға келтіріп аламыз. Булочкалардың арасына кез келген өздеріңізге ұнайтын салмасын салып жасасаңыздар болады. Мен барлығын осындай бір формада жасап алдым. Формаға келтіріп болып, енді осыларды жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Жұмыртқа жақып болып, одан кейін бетіне мак септім. Булочкаларымыз дайын болды. Толықтай суытып барып кесеміз. Міне арасы осылай толықтай пісіп шықты. Жұмсақ, жеп-жеңіл болып. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.